Assalomu alaykum ko'pchilik. Bugun Nitox jайлы aytib bereyin deb o'tirman. Nitox'ta бұл жерде несі бойынша көптеген ауруларға жазған, бірақ оның ішінен көмектесетіні бар, көмектеспейтіні бар, соны бөліп айтамыз. Nitox'ta бірінші пастереллезге деп жазды. Пастереллезге көмектеспейді. Пастереллездің кезінде талай салғанбыз. Пастереллездің кезінде бұл жүрмейді. Аборт дейді. Абортқа жақсы. Жаңа аборт дегеніміз бұзауды тартып алу, шу түспей қалуы, қойда да, сиырда да. Оған жақсы көмектеседі. Бұзау тартып алғаннан кейін салып жіберсеңіз, ішін ірің-пірің қалдырмай тазалайды. Шуын қолмен алған кезде де соңынан салып жіберсеңіз, ешқандай осложнение қалмайды. Мастит дейді. Маститке көмектеседі. Мастит кезінде мастицанды емшектен сағаннан кейін Nitox'та жанбастан санеттен салып отқан дұрыс. Қарақапталға да көмектеседі. Қарақапталда қошқарларды жаңа тазалап жуғаннан кейін бір мезгіл салынып отырады бұлшықетке. Аусыл, қойдың аусылына жақсы көмектеседі. Сиырдың аусылына шлей көмектесе алмайды. Бұның орнына дитрим салған дұрыс сиырдікінде. Өйткені Nitox салсаңыз 5 күн саласыз. Дитримді бір-екі рет саласыз. Дитрим екеуін сенасы бір, дитрим жақсы көмектеседі. Қойдың күл ауруында көмектеседі. Күл ауруында тоқтаусыз 3 күн саласыз. Нашарларына 4-5 күнге дейін саласыз. Сақтау мерзімі мына жерде жазылған. Ашылмаған күнде де уақыты өтсе лақтырасыз. Одан кейін мынау қақпағы бұзылып, шприц тыққаннан кейін, ауа кіргеннен кейін 28 күн сақталады. 28 күн, онда да нормальный температурада отырса. 28 күннен кейін қараяды. Қарайып кеткен Nitox салғаннан кейін организмге сіңбейді. Былайша айтқанда, пайдасы болмай қалады. Осы Nitox туралы тағы айтылмай қалған нелер болса, білетіндеріңізді комментке жазыңыздар.